Егер адам діни сенімдерді дәлелдермен білмесе, әртүрлі күмәндарға түседі. Алла сақтасын, діннен шығып кетуі де мүмкін. Қазіргі әлеуметтік желілерді қарасаңыздар, енді TikTok деген нәрселер пайда болып жатыр. Ол жерде неше түрлі нелер бар, сөз таластар бар, пікір таластар бар. Сол сөз талас, пікір таластарда ақидасы әлсіз адамдар, өздері әлі зерттеп көрмеген, ілім алып көрмеген адамдар не істеп жатыр? Діннен шығып кетіп жатыр. Діннен шығудың себебі неде? Оның ілімінің таяздығында. Қашанда ол өзінің ілімін, өзінің сенімін білмейді, әлсіз болады, ол діннен шығып кетуі мүмкін. Көрдіңіз бе? Ол кез келген нәрсе ілігіп кетуі мүмкін. Ол атеист болып кетуі мүмкін. Немесе ол сонда муташаддид болып кетуі мүмкін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: «Халакал мутанаттиун». Қатты дінді ұстанғандар, олар бұзылады деп айтқан. Сонда ғалымдар айтады, егер де бір қауымның атеистерін көбейткім келетін болса дейді, онда сол жердегі дінін қатайт дейді. Дінін қатты қыл дейді. Қашанда адамдар дінді қатты ұстанатын болса, мөлшерден тыс ұстанатын болатын болса, онда не болады? Атеистер көбейеді. Не үшін? Өйткені ол адамның ілімі таяз, ол өзінің жаңағындай білімсіз жинаған тақуалығы не істейді? Көптеген мүмкіншіліктерден өзін тыяды. Біздің ақидамыз және фиқи ілімдеріміздің білмеуіміздің бір кесірі неде? Біз егер де бір кәсіппен айналысатын болсақ, сол кәсіптерде бір нәрселерден өзімізді тыйып қаламыз, мүмкіншіліктерден тыйылып қаламыз. Харамды жөнді білмейміз, халалды жөнді білмейміз. Біз тақуамен жүреміз деп харам жолға түсіп кетуіміз мүмкін, немесе жаңағыдай қарамаймын деп жаңағыдай харам мен халалды ажырата алмай қалуымыз мүмкін. Көрдіңіз бе? Сол себептен де ілім бізге өте маңызды.